Таргетте ең жиі жіберілетін қателіктердің бірі бұл геолокация. Мүмкін сіз бұл қателікті істеп жүрсіз. Көбі жарнама жібергенде Қазақстан деп қоя салады. Нәтижесінде жарнама ауылға да қалаға да бәріне бірдей көрсетіледі. Бірақ сіздің өніміңізге бәрі бірдей қызыға ма? Егер сіздің өніміңізге ауылдық жерлерден сұраныс болмаса, онда настройкада только города деп таңдаңыз. Ал егер де керісінше өнім ауыл тұрғындарына арналған болса, онда исключить города деп қойыңыз. Сонда ақша ауаға ұшпайды. Жарнама нақты сіздің өніміңізге қызығатын адамдарға көрсетіледі. Сатылым артады. Егер сіз де таргет арқылы сатылымыңызды арттырғыңыз келсе, сквозная аналитика қолданғыңыз келсе, сквозная аналитика арқылы қай аудитория сізден сатып алып жатырғанын білгіңіз келсе, немесе қай креативтер сатылымға келіп жатқанын білгіңіз келсе, осы видеоның астына подробнее батырмасын басып 7 деген санды жіберіңіз. Мен сізге тегін видео сабақ дайындап қойдым. Видео сабақтың ішінде осының бәрін толық түсіндірдім.